Қызылорда облысы Қазалы ауданының тұрғындары мал қорада түнеуге мәжбүр. Ірі қаралары қолда бола берген соң олар осындай қадамға барып отыр. Мал ұрлығы өршіп тұрған аймақта 4 түлік те қалмапты. Ал ұрылар қолға түскенімен шаруалардың шығындарын өтемей келеді екен. Түйткілді мәселе туралы тілші бейне материалында. Бұл Қазалы ауданындағы көбек бекеті. Халық ата кәсіп мал шаруашылығымен айналысып күнелтеді. Бірақ бүгінде шопандардың қоралары қаңырап бос тұр. Барымташылар малымызды ұрлап бітті дейді тұрғындар. Кезінде ауылда ірі қара атаулы көп болыпты. Қазір ұсақ мал ғана қалған. Олардың өзі азайып барады екен. Түн баласына ұйқы жоқ, қайта қора күзету. Бала-шағамыз бен барлығымыз ауыл болып күзетіп жатырмыз енді осындай болып. Осындай жағдай біздердікі. Биліктегілер мал асырап өз күндерінде өздерін көріңдер дейді. Бірақ ірі қарамызды барымташылар үшін бағып отырғандаймыз деп ашады қараша халық. Ұрылар қолға түсіп, сот үкімі шыққанның өзінде шығындарымыз еш өтілмейді дейді олар. Малының ақшасын өндіріп беруге келгенде сот орындаушылары әрекетсіздік танытатын көрінеді. Мысалға ұрылар тайраңдап жүр қазір. Сотталып кеткен жері қайтып келіп жатыр. Біздің төлеген ештеңесі жоқ. Талтаңдап жүр, ешқандай нәтиже жоқ. Қазалы ауданы мен Қармақшының екі ортасында әкімдер емес, ұрылар билеп төстеп отырған көрінеді. Сот орындаушылары болса, қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз дегенді айтады. Заңда көрсетілген барлық әрекет жасалып, соттың шешімі мүмкіндігінше орындалып жатыр. Ол нақты қазір қылмыстық істер бойынша нақты айта алмаймын. Қазір есептік кезең енді басталады бізде. Бірақ соттың шешімдерін мүмкіндігінше заң талабына сәйкес барлығы орындалып жатыр. Өткен жылы Қызылорда облысы бойынша мал ұрлығы 37% артқан. Малынан айырылған ауыл адамдары ағарғанды қаладан сатып алатын жағдайға жетіпті. Осындай масқарашылыққа жеткізген құзырлы орындар қашан әрекет қылады деп ашынады олар. Айнұр Төлешова, Жанболат Сүйіншалиев, Қазақ Ньюс, Қызылорда.